17 қарашада Самұрық-қазына ұйымдастыруымен эксперт пікірталас клубының кезекті отырысы өткізіледі. Күн тәртібіндегі тақырып кеден одағы, шығыннан гөрі табыс көп. Бірегей алаңда экономика, бизнес және саясат салаларының білікті өкілдері ой алмасады. Пікірталасқа қатысушылар кеден одағы қызметінің проблемалары мен даму мүмкіндіктерін талқыламақ. Вы знаете, вот как часто в жизни бывает, кто-то большой... Сіздер бұл өмір заңдылығын білесіздер. Егер алпауыт біреу болса, жанында кішісі да жүреді. Тіпті спорттың өзін мысалға алғанның өзінде. Сондықтан пысық болу керек. Үлкенмен қосылсан, тек өз қайсарлығың арқасында ұтасың. Ендігі кезден бастап біз екі есе күш салғанымыз жөн. Қазақстан, Ресей мен Беларусь мемлекеттері кеден одағын құру туралы келісім шартты 2007 жылдың 6 қазанында бекіткен. Қазір ішкі шекараларда кедендік бақылау жойылды. Болашақта Еуразиялық экономикалық қоғамдастыққа енетін өзге елдерде одақ мүшелері атануы мүмкін. Отандық кәсіпкерлер үшін мұндай өзгерістер айтарлықтай пайда әкелмек. Алайда әлі күнге дейін халық тарапынан түсінбеушілік орын алуда. Халықпен ақылдасу керек. Бізге осы қаншалық қажет? Кеден одағына Қазақстан кіру керек пе? Одан Қазақстанға пайда бар ма? Сондықтан былай ойланып отырсақ, бұл біздің билікте отырған азаматтар шешім қабылдаудан бұрын халықпен ақылдасып, осындай шешімді ортаға салып, енді тура біздің тіліміз ала қоймаса да, біздің ой пікірімізді біліп, тыңдап, сосын ғана шешім қабылдағанын дұрыс болар деп ойлаймын. Самұрық-қазынаның пікірталас клубы дәл осындай өзекті сауалдарға жауап табуды көздейді. Одақ шеңберінде инновациялық даму мәселелері де назардан тыс қалмайды. Іс-шараның өту барысын Самұрық-қазына қорының Facebook және Twitterдегі ресми беттерінен көруге болады.